Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді палау жасайтын боламыз. Ең алдымен етті осындай үлкен етіп кесектеп тұрап алыңыз. Ал енді пиязды тұраңыз. Етті осылай жақсылап 4-5 минут қуырамыз. Сәбізді етке қосқаннан кейін жұмсарғанша көбірек уақыт қуырамыз. Мен етке 2 шыны күріш қосам, сол үшін 2 шыныдан көбірек етіп су қосуым керек. Ет пен сәбіздің үстіне су құйғаннан кейін баяу отта қайнатамыз. Тұзымызды лайықты етіп татыстырып саламыз, себебі күріш тұзды өзіне сіміріп алады. Мейізімізді саламыз. Ал енді ноқатты саламыз. Осылай жақсылап араластырып, қақпақпен жауып қоямыз. Күрішімізді сумен 3 рет жуамыз. Үш рет жуып болған соң, күрішіміздің үстіне тұз қосып, араластырып 5 минуттай қалдырамыз. Қақпағын жауып 5 минут қалдырамыз. 5 минуттан соң қақпақты ашып, үстін ғана абайлап араластырамыз. Осылай оқтаумен көп тесік етіп тесіп қоямыз. Сонда ғана астындағы су үстіндегі күріштеріне толықтай паралатын болады. Осылай палау 25-30 минут пісіріледі. Пісірілген палауымызды жақсылап араластырып болған соң тақсыға саламыз. Біздің палауымыз дайын.
Видеомызға лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналымызға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Сонда ғана бізде шығарылған видеолар сізге жететін болады.